Сәлем балақай, бүгін біздер математика сабағынан 53-ші сабақ бас қатырғыштар мен ребустар деген тақырыптағы есептермен танысатын боламыз. Бірінші тапсырма. Бұл жерде бақта не өсіріледі, бақшада суреттер салынған шаршыларға қара, не байқадың деген тапсырма берілген. Ең бірінші кестеге қарайтын болсақ, бұл жерде апельсин, алмұрт, алма берілген. Яғни бұл жемістер. Бұлар бақта өсіріледі. Келесі шаршыны қарайтын болсақ, қызанақ, қияр және тәтті бұрыш берілген. Бұлар бақшада өсіріледі. Енді бірінші кестеге қарайтын болсақ, бұл жерде реттілікпен орналастырған, әрбір бақыттағы жемістерді қарайтын болсақ, бұлар қайталанбаған, әрбіреуінде бір-бірден салынған. Келесі бізге тапсырма берілген. Мына сұрақ белгісінің орнында бұл жерде берілген көкөністердің қайсысы тұруы қажет? Кәне бірге ойланып көрейік. Бірінші бақытты қарайтын болсақ, қызанақ, қияр, тәтті бұрыш. Жоғарыдан төмен қарайтын болсақ, қызанақ, қияр, тәтті бұрыш. Бұл жерде де солай. Енді келесі бұл жерде қайсысы тұру керек? Қияр, тәтті бұрыш. Әрине бұл жерде қызанақ тұруы қажет. Келесі. Суреттер қалай орналасқан? Бос шаршыға қай көкөністі қою қажет? Бұл жерде де сондай. Жоғарыдағы тапсырма сияқты өзің оңай шешесің деген ойдамын. Бұл жерде баклажан, келесі орам жапырақ және екі белгісіз көкөністі табуымыз қажет. Мына қатарда бізде қызылша жоқ, яғни бұл жерге қызылша келеді. Мына қатарда бізде баклажан жоқ, сондықтан бұл қатарға баклажан келеді. Сонда қай бақытты алсақ та біздер шатыспаған боламыз. Келесі тапсырма. Барлық бағыт бойынша сандардың қосындысын тап. Бос орынға тиісті сандарды ата. Кәне есептеп көрейік. 1 қосу 5, 6, қосу 4 тең болады 10. Көлденеңінен бұл жерде барлығы да 10-ға тең. Тігінен есептеп көрейік. 1 қосылған 4, 5, 5-ке 5 қосамыз 10. Келесі 5 қосылған 1, 6, оған 4 қосамыз 10. Тігінен де, көлденеңінен де қарайтын болсақ, барлығы жана 10-ға тең. Келесі, мына жердегі шаршыны өзімізге есептеу қажет. 2 қосылған 3, 5, 5-ке 4 қосамыз 9. Келесі, тігінен есептеп көрейік. 2 қосылған 4, 6, 6 қосылған 3, 9. 3 қосылған 2, 5, 5 қосылған 4, 9. Сонда бізге көлденеңінен де, тігінен де мәні 9-ға тең болу қажет. Келесі, бұл жерде берілген 2 торкөсті өзіміз орындауымыз қажет. 4 қосылған 2, 6. Бұл жерде қандай сан тұру керек? 9 шығу үшін әрине 3 болу қажет. Келесі 3 қосылған 4, 7. Оған 2 қоссақ 9 болады. Қай бағыттан алып қарасақ та мәні 9-ға тең. Келесі 3 қосылған 2 қосылған 3 тең 5. Оған 1 қосамыз 6. Көлденеңінен барлығы да 6-ға тең болу қажет. Тігінен 1 қосылған 2, 3, 3 қосылған 3 тең 6. Кәне, бұл жердегіні өзіміз есептеп көрейік. 2 қосылған 1, 3, 6 болу үшін 3-ке 3-ті қосамыз. Келесі 3 қосылған 1, 4, 6 болу үшін 4-ке 2-ні қосамыз. Келесі, бұл есеп түсінікті деп ойлаймын. Математикалық ребустар қандай сандар жасырылған тап. Енді бұл жерден қарайтын болсақ, асқабақ берілген. Енді бірінші тапсырмада қандай екі бірдей санның қосындысы 4-ке тең. Яғни 2. Сонда бұл жердегі асқабағымыздың мәні 2-ке тең деген сөз. Келесі, бұл жердегі асқабақ 2-ге тең, ал бұл кәді, яғни кабачки белгісіз. Бұны табу үшін біздер 5-тен 2-ні азайтамыз. Сонда бұл 3-ке тең. Асқабақ
2 санына тең, ал кәді 3-ке тең. Келесі тапсырма. Көгіністерді себеттерге қалай салуға болады? Бұл жерде 10, бұл қызанақтың салмағы 10 килограмм. 2 жәшік берілген, бұл 2 жәшікке теңдей біз 5-5-тен сала аламыз. Келесі 9 килограмм қияр берілген, біздер оны 3 жәшікке теңдей бөлуіміз қажет. Яғни бірінші жәшікке 3 килограмм, екінші жәшікке 3 килограмм, үшінші жәшікке 3 килограмм. Бұл жерде біздер көгіністерді әрбір жәшіктерге, себеттерге теңдей бөліп шықтық. Осымен бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Әрбір тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.